Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасы Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған республикалық адамзаттың абайы атты челленджді қабыл алды. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер даласы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Жүрегімнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын одайла. Соқтықпалы соқпақсыз жерде өстім, мұңмен жалғыз алыстым, кінә бойла. 18-ші қара сөзінде, тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен ғана озбақ. Қалған нәрсемен оздым ғой дегеннің бәрі де ақымақтық. Құлақтан кіріп ойдалар, әсемән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсенмен шесін. Өлсем орным қара жер сыз болмай ма? Өткір тіл бір ұялшақ қыз болмай ма? Махаббат ғадауатпен майдан басқан, қайран менің жүрегім мұз болмай ма? Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұштарасыз аузыңа ұстау мұртым, жақсы менен жаманды айырмадым, бірі қан, бірі май боп, екі ұлтым. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап бойға жайылған, Хиуадан шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған, толғауы 90 қызыл тіл, сөйлеймін десең өзің. Үстінде жарығай, сәулесі суға дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 180 жылдық мерейтойына арналған бұл челленджді Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының оқу-әдістемелік орталығы және ұстаздары Қызылорда облысының ұстаздарына Жолдаймыз!